Қазір байқайсыздар ма? Шындықты іздеп жүрген заманда, бірақ шыншылдарды жек көретін заман. Шындық қайда деп айқайлаймыз ғой. Бірақ шындықты айтқан адамдар жек көреміз да, көтере алмаймыз. Ей сен деп. Біз ислам дейміз, мұсылмандық дейміз. Бірақ кейбір кезде байқайсыз ба? Біз шариғатты айтып отырамыз, шариғатқа қайшы жүреміз. Мысалы, біз пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның жомарттық жайлы, қиналған мұсылманға көмектесу жайлы айтқан хадистерін көп білеміз біз. Уағыздарда да, жиындарда да, көшеде де естіп жүрміз. Қазір жігіттер көшеде де тұрып хадис айта береді ғой. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның айтқан сөздері, бір мұсылманның қажетінде болған адамның Алла тағала қажетінде болады. Қиналған мұсылманға көмектескен адамның Алла тағала ісін жеңілдетеді. Жалпы өзі қиналған адамға көмектесу сауап екен. Қиналған сәтте көмектесу сауап екенін бәріміз білеміз. Бірақ қараш, мына нәрсені байқадыңыз ба? Бізде, елімізде қандай затқа мұқтаждық пайда болады, сол нәрсенің бағасы көтеріледі. Қараңыз, қазір маска ки деп жатыр, адамдарда маскаға мұқтаждық пайда болды, масканың бағасы көтерілді. Кеше продукт алыңдар, біраз уақыт жаңағы карантин болады деп еді, продукттың бағасы көтерілді. Биыл қыс қатты болады екен десе, көмірдің бағасы көтеріледі. Жаңбыр жаумапты, бидай болмай қапты бір ауылдарда десе, бидайдың бағасы көтеріледі. Бұл енді мен оны бір күнә деп айтып жатқан жоқпын, жалпы бір салыстырмалы түрде айтқым келгені ғой. Қараңызшы, біз мұсылманбыз ғой. Біз неге сауап жағына қарай бір әрекет жасамаймыз? Қараңыз, елімізде бір қиындық пайда болды. Кейбір адамдар соны пайдаланып байығысы келеді. Бір ауылдарда жолаушылар қалып кетеді, оларға нанды 1000 теңгеден сатады. Білет басқа жаққа бара алмайтынын, аштан өлгісі келмейтінін тағы білет. Нанды 1000 теңгеден. Бірақ сол ауылға Алла тағала мүмкіндік беріп еді, сол жолаушыларды үйіне шақырып алып тұрып, тегін тамақ беріп, үлкен сауап алып қалуға мүмкіндік берген еді. Олар жолаушыларға нанды 1000 теңгеден сатады. Қандай мұсылманбыз біз?